Сәлем достар, менің есімім Алтынай. Мен сіздерге бүгін арманымдағы үйге шолу жасаймын. Мен арманымдағы үй 2 қабаттан құралған. Осы жерде бізде есік алды. Міне, мысалы, біз үйге кіреміз. Мынау бізде кіре беріс. Мысалы, қонақ кіреді де, киімін іледі де, үйге ағартай кіреді. Мынау жедел саты орналасқан жер. Келесі бөлме бізде шағын ас бөлмесі. Бұнда кофе ішіп, тәтті жеп, теледидар қарауға болады. Келесі бөлмеге кірсек, бұл шағын жуынатын бөлме. Келесі бөлме бұл менің ата-анамның бөлмесі. Бұл бөлмеде әуе сағаты орналасқан. Оның ерекшелігі ол шын өмірдегі сағатты көрсетеді. Мысалы, мұнда 22:28. Міне, мына жерде де 22:28. Ал біз сіздермен бірге 2-ші қабатқа көтерілеміз. Міне, біз 2-ші қабатқа көтерілдік. 2-ші қабатта бізде бассейн орналасқан. Осы бассейннің қасында демалатын жер орналасқан. Бұл жерде қонақтармен бірге ауа жұтып, демалып отыруға болады. Көріп тұрғаныңызда 2-ші қабаттағы жедел сатының кіре берісі. Келесі бөлме бізде кең әрі үлкен ас бөлмесі. Бұл ас бөлмеде біз қонақтар келгенде тамақ ішеміз. Көріп тұрғаныңыздай, 1-ші қабаттағындай бұнда да тоңазытқыш бар. Келесі бөлмеге кірсек, бұл бөлме бізде жуынатын бөлме. Бұл жуынатын бөлмеде тіпті джакузи де бар. Келесі бөлме менің туған қарындастарымның бөлмесі. Бұның ерекшелігі 2 қабатты мынандай төсектері бар. Ал келесі бөлме менің жеке бөлмем. Бұл жеке бөлменің ерекшелігі менде осындай сағатта орналасқан крампет бар. Бұл крампеттің ерекшелігі ол осы сағатқа тұрады да, бұл сағатқа басқанда ол жоқ болып кетеді. Яғни ол сағаттың ішіне кіріп кетеді. Мұнда да әуе сағаты орналасқан. Осымен мен өз видеомды аяқтаймын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліңіздер. Егер сіздер жаңа видеоны күтсеңіздер, комментарий жазыңыздар. Келесі видеода мен сіздерге өз отбасымды таныстырамын. Сау болыңыздар.